Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге арықтаудың ең оңай жолдары, арықтау тәсілдері, арықтау үшін не жеу керек, арықтаудың ең оңай тәсілі және қалай тез бір аптада арықтауға болады, сол туралы айтатын боламын. Арықтау көп жағдайда өте қиын процесс екені баршамызға белгілі. Арықтау процесі міндетті түрде нәтижелі болу үшін диетологтардың кеңесіне құлақ салу қажет. Кәсіпқой диетологтар тез арықтау үшін дәрі-дәрмек қолданудың қажеті жоқ екенін баяғыда ескертеді. Ең бастысы салауатты өмір салтын ұстаныңыз. Арықтаудың ең бірінші тәсілі, ең бірінші тәттіден бас тартыңыз және артық салмақты бірден бір, себебі тәттіден басталады. Газдалған сусындарды мүлде ішпеңіз. Газдалған сусындардың құрамында қайта-қайта шөлді арттыратын заттар кіреді. Бұл денсаулықты құртып қана қоймай, артық салмақ қосуыңызға біршама өз үлесін қосады. Мұндайда ең пайдасы үйдегі жемістерден өз қолыңызбен жасалған табиғи таза шырынды ішіңіз. Немесе шынымен арықтағыңыз келсе, тәтті және газдалған сусындардан, торттар мен кекстерден, жалпы тәтті атаулынан бас тартқаныңыз жөн. Арықтау үшін не жеу керек? Көбірек жеміс-жидек жеңіз. Жеміс-жидектерде май жоқ, бірақ олар көптеген дәрумендерге бай. Күніне 1-2 жеміс-жидек жесеңіз, сіз қарныңызды тойдырасыз. Осылай аштық сезімінен арыласыз. Арықтау кезінде жеңіл-желпі тамақтаныңыз. Негізгі тамақтану кезінде адам өзін тойдырмаса, көп уақыт өтпей-ақ қарынның ашуына әкеледі. Мұндайда көбіне артық тамақтануға әкеліп соқтырады. Сол үшін түстік пен басқа да жеңіл-желпі тамақтардан бас тартуға болмайды, бірақ олар пайдалы ас болуы керек. Мысалы, ірімшік немесе көкөністер. Арықтаудың ең оңай тәсілдері. Ең бірінші әдісі, тамақтану кезінде теледидарды өшіріңіз. Егер тамақтану кезінде теледидарды қарасаңыз, өз салмағыңызға 40% калория қосатыныңызға күмәнданбаңыз. Француз диетологтарының айтуынша, бұдан басқа газет оқу, монитордың алдында отырып тамақ жеу көп тамақ жеуге алып келеді. Спортпен шұғылданыңыз. Аптасына кем дегенде 3 рет спортпен шұғылдану керек. Күнделікті 5 минуттық жаттығулар да тез арықтауға өте жақсы әсерін тигізеді. Кеудені жерден көтеру, жөрлеп отыру, бұлардың барлығы тез зат алмасуға ықпал етеді. Бір апта ішінде тез арықтауға болады. Бір аптаның ішінде барынша көп салмақтан арылу үшін диетадан бөлек кем дегенде күніне 30 минут өз организміңізге физикалық күш салуыңыз қажет, немесе күніне 1000 қадам жол жүруіңіз керек. Ғалымдардың айтуы бойынша баспалдақпен жүру жүгіргенге қарағанда 3 есе артық күш жұмсауды талап етеді. Аз ұйықтасаң, көп қозғалсаң, бұл өз кезегінде тез арықтауға әкеледі деген өте қате пікір. Егер де тәулігіне 8-9 сағаттан аз ұйықтасаңыз, организм тез шаршап, сіз тез қозғала алмайсыз. Оның үстіне ғылымдардың айтуынша, ұйқы кезінде организмде өте маңызды гормон лептин бөлінеді. Бұл гормон миға барлығы жақсы деген сигнал береді екен. Сол себепті ұйқы мен демалысқа аса қатты көңіл бөлу қажет. Кем дегенде тәуліктің 8-9 сағатын ұйқыға арнауыңыз қажет. Ішімдіктен мүлдем бас тартыңыз. Ішімдіктің денсаулыққа қаншалықты зиян екені айтпаса да түсінікті. Диетаға келгенде бұл спирттік ішімдіктер денсаулыққа 2 есе зиянды әсерін тигізеді. Сіздер тағы да қандай тез арықтау жолдарын білесіздер? Сол туралы комментарийға жаза кетіңіздер. Және лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Лимон суы арқылы да тез арықтауға болады. Және лимон суының дұрыс дайындалуын менің парақшамнан көре аласыздар.